Біздің хикаямыз биік таулардың етегіндегі кең жайлауда басталады. Неге тез бола салмайды? Бәрі неге соншалықты ұзақ? Деп кейді кішкентай Айбын. Балам-ау, асыққан өзен теңізге жетпейді. Сабыр ақылдың серігі. Әр нәрсені өз уақыты бар, деді әжесі. Сол түні аспан әлемінде ерекше бір тылсым құбылыс орын алды. Менің жарығым сөніп барады. Көмектесіңдер, деп айқайлады құлап бара жатқан жұлдыз. Жарқыраған жұлдыз жерге түскен сәтте сол сұр тасқа айналып кетті. Мынау жаңағы жұлдыз ба? Неге ол тасқа айналып кеткен? Ол тірі сияқты, деді Айбын таңданып. Айбын, мені темір қазыққа қайтар. Таң атса жарық мәңгіге өшеді, деп сыбырлады әлсіз дауыс. Қорықпа, сәуле. Мен сені аспанға қайтарамын. Мен уәде беремін, деді батыл Айбын. Осылайша кішкентай Айбынның үлкен сынағы басталды. Айбынның алдынан алтын мен күмістен жаралған заңғар қанағат таулары көрінді. Мұнаның бәрі тек менікі бола алады ма? Бір ғана тас алсам ештеңе етпес, деп қызықты Айбын. Айбын, байлық жүректің көзін байлайды. Мен сөніп барам, деп мұңды сыбырлады сәуле. Маған бұл жылтырақ керек емес. Менің досымның жарығы кез келген алтыннан қымбат, деді ол нық сеніммен. Көп ұзамай ол сөз өзенінің жағасына жетті. Мұнда су емес, сиқырлы әріптер ағып жатты. Сәлем, кішкентай батыр. Маған бір ғана өтірік айтшы, мен саған көпір болып беремін, деді қу түлкі. Мен өтірік айтпаймын. Мен шындық жағындамын, деді Айбын. Сол сәтте әріптерден жарық көпір пайда болды. Өзеннің арғы бетінде Айбын қанаты тасасында қалған алып көкжалды көрді. Шыда көкжал, мен саған көмектесемін. Біз бірге болуымыз керек, деді ол бар күшін. Айбын көкжалдың жарасына киелі бұлақ суын құйды. Сол сәтте қасқырдың қанаты сиқырлы нұрға бөленді. Алып көкжал қайта түлеп, Айбынның таза жүрегіне тағзым етті. Арқама мін, аспан бізді күтуде, деді ол. Олар бұлттардың үстімен батып бара жатқан күннің шұғыласына шомылып, әлемнің шыңына қарай ұшты. Күміс көлдің жағасына жеткенде, аспанның терең дауысы естілді. Сәулені құтқару үшін ең қымбат дүниеңді беруің керек. Айбын атасынан қалған жалғыз белгі күміс қамшысын көлге тастады. Әлемнің жарығы бұдан да маңызды, деді ол. Сәуле азат болып, Айбынмен қоштасты. Рахмет, батыр. Сенің есімің енді жұлдыздармен бірге жарқырайды. Сол сәтте темір қазық жұлдызы жарқырап, әлемдегі тепе-теңдік қайта орнады. Түн тыныштығына бөленді. Айбын үйіне дана болып оралды. Ол уақыттың емес, жүректің үнін тыңдауды үйренген еді. Тәрбие тал бесікке.